Ал енді біз негізгі апам мен 20 жылға жоқ бірге тұрам, бірге жүреміз, апам екеуміз. Біздің үйде болады апам. Апамның қызы жоқ. Апамның жалғыз ұлы бар. Апам негізі Қызылорданың тумасы, кіші жүздің әлімдері. Апамның ата-аналары баяғы Ақтабан шұбырынды кезінде бабаларым кәпірге құл болғанша мұсылманға құл болайын деп ел асып, ауған асып кеткен екен. Сояқта апам дүниеге келген. 5 жасынан білім алған. О кезде Афганистанның заңы 12 жасында күйеуге шыққан. Бір отбасында 2-3 әйел болған. Қазір Құдайға шүкір бізде жақсы ғой, бір еркекке еге боламай жатырмыз. Апам 3 әйел бір еркекке болған ғой. Өмір тәрбиелеген апамды, дайындаған. Осындай бір әдемі неге. Апам Құранды жаттаған адам. Қазір апама Құран қызмет жасайды. Апаммен бірнеше уақыт неде болдық.